Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілінің 3-ші сыныбының 73-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылып алыңдар. Себебі балалар біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды оқи аласыңдар балалар. Сондықтан балалар міндетті түрде подписаться батырмасын басып қойыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. 28-ші жаттығу суреттер бойынша мәтін мазмұнын болжа дейді. Балалар, бұл жерде бізде пирамида, үш биіміздің суреті, Қазбек би, Әйтеке би, Төле бидің мүсіні, Абай атамыздың мүсіндері бейнеленген, мысалы, ескерткіштері. Менің ойымша, бұл мәтінде мүсіндер және ескерткіштер туралы болады, балалар. Енді бізге балалар мәтінді оқы дейді. Мүсін бейнелеу өнерінің ерекше түрі. Мүсіншілер шығармасын әртүрлі материалдан жасайды. Мүсіндер ірі және шағын болып келеді. Ірі мүсіндерді қала көшелерінен, мұражайлардан көруге болады. Алматыда Абайға, Абылай ханға, Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметоваға арналған ескерткіштер бар. Бейнелеу өнері кітабынан дейді. Енді балалар, бізде астында сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, өзің тұратын жерде қандай мүсіндер бар? Зерттеу жүргіз, ол мүсіндер туралы деректер жина дейді. Және де балалар, мәтіннен негізгі және туынды зат есімдерді теріп жаз дейді. Бірінші балалар, бізде өзіміз тұратын жерде қандай мүсіндер бар екенін зерттеп табайық, және олар туралы деректер жинастырайық. Мысалы балалар, бірінші бізде Абай ескерткіші Алматы қаласындағы Абай атындағы алаңға орнатылған ескерткіш. Ескерткіштің тұтас биіктігі 13,7 метр екен. Келесі Бауыржан Момышұлы ескерткіші Алматы қаласында 2010 жылы ашылды. Ал Жамбыл ескерткіші балалар, Жамбыл Жабаевтың туғанына 150 жыл толғанын ЮНЕСКО шешімімен әлемдік деңгейде атап өту қарсаңында Алматы қаласындағы Жамбыл көшесі мен Достық даңғылы қиылысында орнатылған. Осы сияқты балалар, бізде Алматы қаласында ескерткіштер, мүсіндер көп екен балалар. Енді бізге балалар негізгі және туынды зат есімдерді тауып жаз дейді. Бірінші бізде негізгі зат есімдер, олар мүсін, өнер, қала, Абай, Абылай хан, Мәншүк Мәметова және Әлия Молдағұлова. Ал туынды зат есімдерден бұл жерде балалар мұражай, ескерткіш, мүсінші және шығарма деген сөздер. Енді балалар, бізде келесі 29-шы жаттығу. Мерейдің ағасы Жандосқа жазған хатын оқы дейді. Құрметті аға, мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол дейді. Қарындасың Мерей. Енді балалар, астында бізде сұрақтар берілген екен. Қалай ойлайсың, хат дұрыс жазылған ба? Нені өзгертіп, нені қосуға болады? Хат жазғанда дейді, мына нұсқаулықты басшылыққа алып жаз дейді. Енді балалар, біз хат жазғанда мына нұсқаулықты басшылыққа алып жаз деген осыны бірінші көріп алайық, қалай дұрыс жазу керек екені. Одан кейін барып біз басқа сұрақтарға да жауап береміз. Есіңе сақта дейді. Сәлемдесу сөзінің біреуге қаратып айтылуы, өзің хат жазып отырған адамның хал жағдайын білу мақсатында сұрақтар қою, өзің туралы әңгімелеу, қоштасу сөздері, хат жазып отырған адамның аты жөні дейді. Енді балалар, осы нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, басқа сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, қалай ойлайсың дейді, хат дұрыс жазылған ба дейді. Бұл жерде балалар, менің ойымша хат дұрыс жазылмаған. Себебі ең бірінші сөйлесетін адаммен амандасып, оның хал жағдайын сұрауымыз керек. Және де ең бастысы кімге арнап жазылған, яғни оның аты жөні жазылуы керек, балалар. Енді балалар, нені өзгертіп, нені қосуға болады дейді. Енді балалар, бұл жерде мысалы бұлай өзгертіп жазуға болады екен. Құрметті Жандос аға, сәлеметсіз бе? Хал жағдайыңыз қалай? Жұмысыңыз жақсы ма? Мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралайық.
кездескенше сау болыңыз. Қарындасыңыз Мерей. Балалар, осылай өзгертіп жазсақ болады, иә? Яғни ең бірінші адамның аты және де амандасу, ол кісінің хал жағдайын сұрау, ол бірінші орында екен, иә? Соларды хатта ескеруіміз керек біз, балалар. Келесі бізде, балалар, 30-шы жаттығу. Қайрат пен Гүлжан пілдің суретін салды. Суреттері әдемі-ақ, бірақ олардың салғаны түрліше болып шықты дейді. Балалар, мына жерде бізде Қайрат пен Гүлжанның сурет салып отқан суреті бейнеленген, иә? Енді астында сұрақ тұр. Суреттердің түрліше болу себебін дәлелде дейді. Енді, балалар, бұл сұраққа біз былай жауап береміз. Қайрат пен Гүлжанның пілдің суретін екі түрлі қылып салу себебі, оларға сурет әртүрлі көрініп тұр, иә? Гүлжанға піл оң жағынан тұрса, ал Қайратқа сол жағынан көрініп тұр екен, иә? Яғни, балалар, Гүлжанға да, Қайратқа да екеуіне де, екеуі екі жақта отырғандықтан, екеуіне бірдей болып көрінбейді, иә? Сурет, яғни екі түрлі болып көрінеді екен. Сол себепті осылай жауап берсек болады, балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылып алыңдар. Себебі, балалар, біздің арнамыздан сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды оқи аласыңдар. Келесі кездескенше, балалар, сау саламатта болыңдар.